Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай коробочкаға этикетканы қалай жасаймыз, коробочканы қайдан аламыз, этикетканы размерін қалай келтіреміз, сол жайында. Бұл видео сол жайында болатын болады. Ең алдымен сіздерге Pinterest программасына кіру қажет. Pinterest'ің программасы былай көрінеді. Міне осындай Pinterest программасы. Қазір ішіне кіріп, поисққа міне лупа сияқты поиск тұр, соған шаблон коробочка деп жазамыз. Шаблон коробочка дегенде әртүрлі коробочкалар шығады сізде. Примерно осындай коробка керек, бірақ тура осы емес, жазуы жоқты таңдаймыз. Соның астына түсеміз. Соның астына түскенде әртүрлі форматта коробочкалар шығады. Міне, егер осындай коробка керек болса, төбесінде 3 точка бар, соған сохранить деп басып аласыз. Міне осындай коробочка бар. Мынандай коробочка бар екен. Мынандай коробочка бар. Төбесінде 3 точканы басып, міне, скачать изображениеға басасыздар. Скачать изображение. Бұл фотомыз біздің галереяда. Енді PicsArt программасын ашамыз да, ортасындағы плюсикқа басып, жаңағы шаблонымызды енгіземіз. Міне, PicsArt программасы бесплатный. Менде PicsArt программасы бесплатный, ешқандай платный версиясы болмағанда барлық шаблонды бесплатный версия арқылы жасаймын. Міне, енді астында стикері деп тұр, соған басасыз. Стикеріға басып, міне, стикері деп тұр, соған басып, поисққа рамка квадрат деп жазасыз. Рамка квадрат дегенде, міне осындай бір рамочканы таңдап аламыз. Рамканың кішкене линиялары көрініп тұру керек. Міне осындай рамка. Енді осы коробочканың үстіне қоямыз да, размерін келтіреміз. Чтобы біздің коробочкамызға сәйкес болу үшін, және де ленточкамыздың көріну үшін. Міне, размерін қазір ұнағандай келтіріп аламын. Жан жақтарын созсаңыз да болады. Міне, дәл осылай. Осылай қойып болғаннан кейін, енді бұл рамочкамызды жоғарғы жаққа қоятын боламын. Қазір рамочкамды алып, міне, жоғарғы жаққа қойдым. Міне, осылай готованы басасыздар. Енді астында кисти деп тұрады. Кистиға басып, бірінші пунктті таңдап, размерін ең үлкен қылып алып, мынау шаблонымызды өшіріп тастайсыздар. Осы шаблонды өшіріп тастаймыз, потому что біз уже квадраттың размерін жасап алдық. Енді қайтадан стикеріға кіріп, рамка квадрат деп жазасыз. Осы рамочканың үстіне қойып, размерін дұрыстап аласыз. Міне, размерін келтіріп алғаннан кейін қасына былай қойып шығасыз. Міне төбесінде 2 төртбұрышты тұр, соған басып, копияға басып, қасына қоясыз. Міне 4-еу симайды, сол үшін араларын ашып, 3-еу қоямыз. Енді осыны қайттан копия жасап, астына қоясыз. Астына 1-еу кетеді, 2-еу, 3-еу, 4-еу, примерно 5 штук сияды. Міне рамочкаларымызды коробкаға байланысты, коробканың размері бойынша қойып шықтық. Енді готово деп сохранить етіп алыңыздар обязательно. Сосын стикеріға кіріп, рамка цветы деп жазамыз. Өйткені рамочкамыз енді пустой болмау үшін кішкене цветочектар қойып шығатын боламыз. Бірақ цветочек қоймай жатып, алдымен бұл шаблонды сохранить етіп алыңыздар өздеріңізге. Міне мен осындай гүлді таңдап алдым. Енді жаңағыдай копия жасап, барлық рамочканың ішіне енгізетін болам. Міне размерін келтіріп алғаннан кейін, төбесінде 2 төртбұрышты тұр, соған басып, копияға басасыз да, барлық шаблоныңызды осының ішіне енгізесіз. Міне рамкаларымызды барлық шаблондардың ішіне енгізіп болғаннан кейін, астында текст деп тұрады, соға текстқа басып, шрифтті таңдап, міне жазуымызды осы рамканың ішіне қазір енгізіп, размерін келтіріп аламыз. Сосын обязательно шрифтті таңдағанда коронасы бар шрифтті таңдамаңыздар. Олар платный версиясы. Енді астында цветті таңдайсыздар. Мен цвет жылтыр түс керек, сол үшін мен галереямда фото бар жылтырдың, соны қойдым. Бұндай жылтыр фотоны қалай қоямыз, ол жайында менде видео бар, сол видеоны қарасаңыздар барлығы түсінікті болады. Енді астында серый обводканы таңдаймын. Обязательно обводка жасаңыздар, өйткені жазуыңыз кішкене яркий болу үшін.
енді осы жазуды копия жасап барлығына қойып шығасыздар. Міне примерно осындай коробочкаға рамканы қалай жасадық, сол жайында видео. Ұнаса, менің каналыма подписаться етуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Всем пока!